Assalamualaikum insta dostlar. Бүгінгі ойынымыз жалғасады. Қуандық ақша сұрақ ойыны. Мінекей аялдамадан тұрған адамдарға келемді, сұрағымды қоя берем. Кім үш сұрағыма жауап береді? Бүгін 20 мың таратам. Мен енді автобустың ішіндегі жолаушылармен ойын жүргізуді жалғастырамын. Ойнаймыз ба? Мен сізге үш сұрақ қоям. Жауап берсеңіз, мен сізге 20 мың теңге ақша беремін. Рас. Мінекей. Қазақтың ең алғашқы жазылған романы қалай аталады? Роман эпопея Абай жолы. Жоқ, алғашқы, ең алғашқы романы жазылған қалай аталады? Саламатсыз ба қарындасым? Бері бұрылыңыз, ұялмаңыз. Оп, оңай сұрақ. Үш сұрақ қоям сізге. Енді мен сұрақ былай істейік. Кімге сұрақ қоям, сол кісі ғана жауап беру керек. Келістік па? Жоқ, қалың мал деп айтып қойды, енді басқа сұрақ қоям. Ең алғашқы шыққан қазақтың газеті қай жылы? Білмейсіз ба? Қап, самал, сүрініп қалдыңыз. Қайсы атамыздың 175 жылдығы? Шәмші? Ой. Ой, Шәмшатаң 175 келіп қойды ма? Жоқ. Күнде теледидардан көрсетіп жатыр, өлеңдерін жариялап жатыр. Қайсы ақын атамыздың 175 жылдығы? Онда сіз айтыңыз жарайды. Ойланыңызды қоғамы. Онда Абай атамыз ғой мен. Қабая. Біз енді Абай атамыздың 175 жылдығы білеміз ғой барлығымыз, е? Енді Абай атамызды сыйласақ, біздің Данышбай атамыздың құрметіне бір өлеңін орындап жіберейік бәріміз. Қалай, келісесіздер ма? Бәріңіз білетін Абай атамыздың әні желсіз түнде жарғай, ал кеттік бәріміз, хормен. Бүкіл автобус болып. Қан екен? Ай, бәрекелді қосыламыз бәріміз. Бәріміз. Парчақтағылар қосыламыз. Жігіттер, ерлер жаға қосыламыз ғана кейін.